Қайырлы күн қыздар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен тосаптан, яғни вареньяның көмегімен өте дәмді шаймен ішкенге күшті кететін пирог жасайтын боламыз. Каналға тіркелген болсаңыз, видеоларымды жіберіп алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Олай болса бастаймыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне қантты және де 1 шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Сондай-ақ 1 жұмыртқамызды салып, үстіне 2 ас қасық қаймақ салатын боламыз. Менде қаймақ болмай қалғандықтан майонезді пайдаландым. Сондай-ақ үстіне сары майды саламыз және де қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізде жұмсақ үгілмелі, яғни песочный қамыр шығуы тиіс. Мінекей біздің қамырымыз бір-біріне бірігіп жұмсақ қамыр шықты. Қамырымызды салафан қалташасына салып, тоңазытқышқа кем дегенде 20-30 минутқа қоямыз. Одан артық тұрса да болады, ештеңе етпейді. Оған дейін салмасын, яғни начинкасын дайындайтын боламыз. Салмасына менде қарақат вареньесі, сіздер үйде бар кез келген вареньені пайдалансаңыздар болады. Тосабымызға 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Пирогты 28 диаметрлі формаға жасаймыз. Мен осында кальцоны 28 диаметрлік қылып, астына фольганы төсеп дайындап алдым. Осында кальцоны кез келген кондитерлік дүкендерден алсаңыздар болады. Енді мінекей біздің қамырымызды тоңазытқыштан алып, 2 бөлікке бөлеміз. Бірі үлкен, бірі кіші. Үлкен бөлігі асты, кіші бөлігі бізге үстіне әсемдеу үшін қажет болады. Үстеліміздің үстіне аздаған ұн сеуіп, біздің қамырымызды ысамыз. Қамырды ысып жатқанда байқасаңыздар, біздің қамырымыз өте сондай жұмсақ, әрі шеттері осындай сынғыш болып келеді. Сол себепті де ысып жатқанда барынша абай болып, қамырды бөліп алмауға тырысыңыздар. Қамырды біз дөңгелек етіп, барынша біздің формамыздың диаметріне келетіндей етіп жайып аламыз. Жайып болған соң қамырымызды сындырып алмай, дәл видеодағыдай жинап алып, формамыздың ішіне салып орналастырамыз. Бізде осындай жұп-жұқа қамыр шығады. Пирогымыз әдемі көріну үшін шетінде шығып тұрған артық қамырларды пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Мінекей осындай дөңгелек пышақтарыңыз болса, сомен алған өте ыңғайлы. Және қалған қамырды тастамаймыз, бір-біріне біріктіріп, бізге үстіне әсемдік үшін пайдаланатын боламыз. Енді шанышқының көмегімен біздің пирогымыз көтеріліп кетпес үшін осылай әр жерден тесіп шығамыз. Содан соң жаңағы біздің дайындап қойған тосабымызды құйып, шай қасықтың көмегімен бір тегістетіп жағып шығамыз. Мінекей жан-жағына бір тегістетіп жағып болған соң, біздің жаңағы екінші қамырымызды алып, үстелдің үстіне тағы да аздаған ұн сеуіп, жаямыз. Қамырымызды осы жол дөңгелек емес, ұзынша сопақ етіп жаятын боламыз. Және шетін қолымыздың көмегімен дұрыстап жібереміз де, пышақпен осындай жіңішке жолақшаларды кесіп аламыз. Дайын болған жолақшаларымызды біздің пирогымыз әдемі болып көріну үшін осылай дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз. Бұлай жасау міндетті емес, пирогтың бетін ашық етіп те қалдырсаңыздар болады, бірақ осылай торкөше етіп жасасаңыздар пирогтарыңыз өте әдемі көрінеді. Және соңынан азғантай қамыр қалғанда менде осындай плунжер бар. Сол плунжердің көмегімен осындай снежинкаларды формасын келтіріп алып, менің пирогтың үстіне қойып шықтым. Өте әдемі көрініп, түрін аша түсті. Біздің пирогымыз 180 градуста шамамен 20-25 минут аралығында пісіп шығады. Әсемдік ретінде тағы да үстіне сахарный пудраны сепсеңіз, одан сайын әдемі көрінеді. Осымен біздің өте дәмді әрі қамыры сондай тамаша үгітілмелі пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.